Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қызылшадан қысқа сақтауға арналған ерекше салат жасаймыз. Бұл салатты қыста тағамдармен жеуге немесе борщ тағамына заправка ретінде қосуға да болады. Алдымен пияз, сәбіз, болгар бұрышы және қызылшаны үккіштен өткізіп аламыз. От жағып, қызған қазанға май құямыз. Қызып тұрған майға пиязды 5 минуттай қуырып аламыз. Үстіне сәбіз салып шамалы қуырып аламыз. Одан кейін қызыл болгар бұрышын қосып, бетін жауып, 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Оның артынан қызылшаны саламыз. Бір қуырып алған соң, ет тартқыштан өткізілген қызанақты қосамыз. 40 минуттай қайнатамыз. Одан кейін сарымсақты пресстен өткізіп қосамыз. Қалауынша укроп қосуға да болады. Ең соңынан қант, тұз, уксус, лавр жапырағы және бұршақ қара бұрышты қосып, 10 минут тағы қайнатамыз. Банкаларды стерилдеп, салатты жауып аламыз. Міне дайын. Сіздер де жасап көріңіздер.